УЗИ көрсетпесе, мынаның ішіндегі бала болмаса, сонда не нәрсе деп? Соны айтты олар, алтын бал жұтып алған шығарсыз. Сіз өзіңіз тест на беременность жасап көрдіңіз бе? Бердім, одан біреуін екі сызық көрсетті де, біреуін бір сызық көрсетті. Сіз негізі ренжімеңіз, бардыңыз ба психологқа? Қуып атсыз ғой, бір ертегі айтып атсыз. Психологтың өзі солай айтты ма? Врачтар. Бақылап жатырсыздар ғой, а? Бар ма, жоқ па? Я бақылап жатырмын. Құрсағымда 12 айлық бала бар. Шымкент қаласының тұрғыны Ұлдана Есенова дәл осындай хабарламамен редакциямызды таңғалдырды. Анықтай келе келіншектің тек бізде емес, күллі ақ халаттылардың есін шығарғанына көзіміз жетті. Себебі 55 жастағы Ұлдананың құрсағында 12 айлық баланың болуы нағыз аномалия деседі. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз сіздермен. Руслан Өтепбай. Қазір қимылдайды. Мен ауқат ішеді. 3 ай болды ғой. Босанатын күнімнен өтіп кеткеніме. Ішімді кәдімгідей тырмалайтын сияқты. Екі қолын бүйіріне таянып, адымдауы мен дем алысы қиындаған бұл келіншекке жақындары сенуден қалған. Себебі Ұлдана Есенованың сөзіне сенсек, оның құрсағында 12 айлық бала бар. Ана жүрегі баламның жүрек соғысын сезіп, тебісін түйсінем дейді. Бірақ адам біткеннің бәрі оның сөзін жоққа шығарады. Ертегі айтпасыз ба деген адамдарды болды. Кияли болып кетіпсіз деп. Мүмкін емес дейді, барған врачтар. Өзіме сенімді болу үшін не қылдым. Түске дейін ештеңе ішпедім. Көрейінші аш қарынға қалай болады екен анықтап. Осы 12 айым дәне күні болды. 5-6 сағат 1-ге дейін тамақ ішпедім. Бірден кейін су іштім, шай іштім, тамақ іштім. Кәдімгідей ішіп жатыр. Ол да ішімде кәдімгідей ауқат ішіп жатыр. Анық білінді 12 айда. Сездім. Мен ойлаймын, ол оң жағымда жатыр ғой деп қоямын. Ол қызым сол жағында жатқан тұғым. Дәрігерлер сенбесе де Ұлдана жатырындағы баланың жынысының да қандай екенін әлдеқашан біліп алған. Бұған оның алғашқы жүктіліктері мұрындық болса керек. Себебі бұл Ұлдана Есенованың бірінші жүктілігі емес. Оның ересек 2 ұлы, 1 қызы бар. 3 мәрте